Жалпы Ернұр мырза олай бір жақты сұрақ беруге әркімнің өз ойы ғой енді. Біз мынау орта, мынау шағын, мынау үлкен деген бізде ондай ұғым жоқ. Біз жалпы мынау ауыл шаруашылығы мәселесін көтереміз, ауыл партиясы. Ауылдың жағдайы бүгінге мүшкіл, жағдай қиын. Оны мәселен бірандай цифрлармен айтуға болады. Мәселен мына суретте тарап жатырмыз. Өздеріңіз алдарыңызға қойып қараңыздар, ауылдың сиқының, ауылдың жағдайын қандай екен. Қазір соңғы уақытта, мәселен осы соңғы 30 жылда... Жигули мырза, бұл қандай көрініс? Не таратты? Бұл бүгінгі біздің ауылдың аянышты көрініші. Жол жоқ, құлап атқан үй, су тасу. Мына жолдың көріңіздер, батпақ. Бұл Қазақстандағы ауыл, мен любой керек емес. Қай жердегі ауыл десең, мен сөйерге алып барам сізді. Мәшейме отырғызып алды. Бөлмейміз, мырзалар. Бүт Қазақстанды аралап көріп жүрген азаматпын. Мен ешкімнің ар-ожданына, намысына тигім келмейді. Мен жігіттер сіздерден сабыр сақтағандарыңызды көремін. Міне жерде біз бүт Қазақстан қарап отыр. Сондықтан мен айтайын дегенім, бізде соңғы солақай саясаттың арқасында оны жасырмай айтуымыз керек. 1400 ауыл, қазақтың ауылы жойылды, картада жоқ. 1450 ауыл. Бүгінгі күнге сөзді бөлмейміз. 6300, мен бөлмеңіздерші. 6300 ауыл қалды. Енді оның тағы да 2000-ға жуығы мынау сол ауылдың болашағы жоқ деген қара тізімге ілінейін деп тұр. Сондықтан біз мына ауыл халықтық демократиялық партиясы оған жол бермейміз. Бұл бірінші жағдай. Екінші, мынау ресми статистика мәселен өтірік бізде. Ресми статистиканы айтамыз. Біз жаңағы жылда мынанша өнім алып жатырмыз, мынанша малымыз асып жатыр, өсіп жатыр деп. Біз мәселен 90 жылмен салыстырайық. Әңгімеге араласуға рұқсат, мәдениетті 90 жылмен салыстырайық. Сөзді бөлмеңіздерші, мен бірақ сөйлейін. Жастардың ішінде. Мына 90 жылы. Сөйлеңші, аманатқа қарап, мынаның бәрі солардың. Жарайды. 90 жылы біз тыныштық сақтаймыз. Тәуелсіз мемлекет болған жылдардың басында бізде Қазақстанда 38 миллион қой болған. Бүгінгі күнде 30 жылдан кейін бізде әлі 19 миллион қой. Бірақ мәселен айтайын. Сонан кейін, мәселен мынау ресми статистика бізде өтірік. Өтірік ешқашанда өрге баспайды. Сол өтірік кімге керек? Осы мәселе, осы жерде тұрған жалғыз Амұрат партиясы емес, бүт осы партияның бәрін ойландыру керек. Қоғамды өтірік, бейжай, қоғамда өтірікке бейжай қарауға болмайды. Шыншылдық пен әділдік жаңа Қазақстан құратын уақыт келді меніңше. Екінші, мынау жайылымды тиімді пайдаланбайды. Жайылым мәселен. Бізде 200 миллионға жуық жайылым жеріміз бар. Ал енді малдың саны жаңағыдай. Ал енді жайылымда, мәселен бүгінгі күнге бізде 89 миллион ғана жайылым, 52-де 3% ғана жайылымы пайдаланды. Ал қалған жерде біздің қой шаруашылығында, мал шаруашылығының барлық саласын, барлық түрлерін өндіруге болады. Соған біз тиянақты бүгінгі күнге дейін 30 жылдан бері жоспарламай келетінбіз. Оған мәселен біздегі осы парламенттегі болған үш партияның да кінәсі бар ғой деп ойлаймын мен. Аманат партиясы бас болды. Сонан кейін шешімін айтсаңыз, проблеманы бәрін береміз. Шешімі деген біздің жоспарда бар. Біз оны ауыл партиясы егерде ертең парламент көтеретін болсақ, шешетін жолымыз бар, мүмкіншілігі бар. Ауыл партиясында білімді, тәжірибелі ауылдың кәсіби мамандарын бәрі шоғырланған, жиналған. Ол біз мұна айтылған сұрақты айтқан кезде оны шешудің амалын шешеміз. Бізге мүмкіншілік беріңіздер. Парламентке бізді шығарыңыздар. 30 жыл. Рахмет, уақыт аяқталды.